Егер бизнес бастап, ол жүрмей қалған болса, осы 5 нәрсені жасаңыз. Біріншісі, спортпен айналысыңыз. Екіншісі, жақын туысқандарыңызбен, жақындарыңызбен, достарыңызбен араласыңыз. Олармен өсек емес, рухани әңгімелер айтыңыз. Үшіншісі, бата алыңыз. Үлкен кісілерден, ата-анаңыздан, ата-әжелеріңізден бата алыңыз. Егер менің ата-анам жоқ немесе ата-әжем жоқ дейтін болсаңыз, сыртқа шығып, үлкен кісілерге көмектесіп, солардан бата алыңыз. Төртіншісі, өзіңіздің руыңызды жазыңыз және жеті атаңызды жазыңыз. Егер жеті атамды толық білмеймін десеңіз, үшеу болса үшеу, екеу болса екеу, соны жазыңыз. Соларға Құран бағыштаңыз, соларға жеті күші таратыңыз, үйге иіс шығарыңыз. Сіздің жаныңыз нұрланбайынша ақша келу кішкене қиындау болады. Өйткені жаныңыз сіздің шығарып атқан жоқ қой, энергия шығарып атқан жоқ, әлемге беріп атқан жоқ. Сіз қайта-қайта ала бермейсіз ғой, жаныңыздан бір нәрсені бересіз. Махаббатты бересіз адамдарға, адамдарға өзіңіздің қызметіңізді, оларды қуантыңыз. Сіздерде цель, мақсатыңыз сіздің ақша болмау керек қой, адамдарды қуанту болу керек сіздің мақсатыңыз. Сол кезде сізге жәймендеп ақша кететін болады. Сосын бесіншісін мен бизнес формула атты 5000 теңгелік курсымда айтатын боламын. Ол жақта четкий формула болатын болады. Екінші курсым бар, трансформациялық. Бір ай менімен бірге жұмыс жасайтын боласыз. Оның бағасы 25.000 теңге. Екеуінде де. Бір айлық курсымда ол жақта бизнес формуласын қосатын боламын. Ал тек қана бизнестің формуласы керек болса, оны мен сіздерге 5000 теңгеге беретін боламын. Астыға номерді тастап кетемін.